Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді пирогтардың бірі карамельді пирогты дайындаймыз. Ең бірінші үй температурасында тұрған сары май мен қантты араластырып алатын боламыз. Одан кейін ұнды, бір жұмыртқаны және бір шай қасық қопсытқышты қосып үгілмелі қамыр илейміз. Әбден илеп болған соң қамырды бетін жауып 20 минутқа қоя тұрамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттеріме қолдау білдіріп, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа пирогтардың түрлері өте көп. Соның бірі қантты бәліштің сілтемесін жоғарғы жаққа шығарып қойдым. Сілтемеге өтіп қарасаңыз болады. Енді пирогтың салмасын дайындаймын. Қаймаққа 2 жұмыртқаны, қантты және 1 банка варенканы қосып араластырып аламыз. Формамызға жабыспас үшін май жағып, үгілмелі қамырды қолымызбен басып жайып шығамыз. Осылай жайып болғаннан кейін салмасын құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 35 минуттай пісіретін боламыз. Духовкадан шыққан соң суытуға қойып қоямыз. Міне өте дәмді әрі оңай карамельді пирогымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөліміне пікір жаза отырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.